Құран оқып келе жатырмыз. Алдымыздан мынандай сакта деген жазу шықты. Оны қалай оқимыз? Міне сөздің астында сакта деген жазу тұр. Міне бүгін видеомыз осы сакта тақырыбы. Видеоның соңына дейін көріңіз, оңай әрі жеңіл етіп түсіндіріп беремін. Бүгінгі тақырыбымыз сакта тақырыбы. Сакта дегеніміз саката етістік түбір сөзінен келген, сөздік мағынасы үнсіздік, сөйлеуді немесе оқуды тоқтату деген мағынаны білдіреді. Сактаның терминдік мағынасы, яғни тәжвидтегі мағынасы дем алмастан дыбысты кесу деген мағынаны білдіреді. Оны қазір мен сіздерге мысалдармен түсіндіріп беремін. Бізде асым қырағатында 4 жерде Құранда сакта жасалынады. Асым қырағатында бізде 4 жерде сакта бар. Біріншісі Кахф сүресінің бірінші аяты, екінші аятының екеуінің ортасында сакта жасалынады. Яғни бисмилlah вәләм яджәлләху иуәджә деп аят бітеді. Екінші аяттың басы қаййимән лиюнзира деп басталынады. Яғни бізде сакта бірінші аяттың соңында болған үшін бұл жерде уақыф жасау, яғни тоқтау абзал. Ал сакта жасау жайыз, себебі сакта аяттың соңында келіп тұр. Айуәжән сөзінде фатха тануиннің біреуі түсіп қалады. Айуәжә деп тоқтаймыз, сакта жасайтын болсақ. Сосын дем алмастан сәл үнсіз кідіреміз, қаййимәл деп жалғастырамыз. Яғни мына жерде мәтті табиғи жасап тоқтаймыз. Яғни тоқтағанда сәл ғана кідіреміз, дем алмай. Яғни тоқтаған абзал, ал сакта жайыз. Ал біздің екінші сактамыз Ясин сүресінің 52-ші аятында мим мәрқадина хәзә мә уәидар рахману деп арқары жалғасады. Міне мим мәрқадина деген кезде мына жерде Құранда лазым уақыф бар. Мына жерде мим деген тоқтау белгісі бар. Сол лазым уақыф болғаны үшін мына жерде уақыф абзал, ал сакта жайыз, яғни тоқтаған абзал, ал сакта жасау жайыз. Қалай оқимыз? Мим мәрқадина хәзә мә уәидар рахману деп жалғастырамыз. Ортасында сәл кідіреміз, демімізді кесеміз, бірақ дем алмаймыз. Оқуды ары қарай жалғастырамыз. Яғни сакта дегеніміз осы. Біздің үшінші мысалымыз Қиямет сүресінің 27-ші аятында уақила мән рақа. Уақила мән рақа. Мән мен рақа сөздерінің ортасында сакта деген жазу тұрады Құранда. Осы аятты талдайтын болсақ, бұл екеуінің ортасында сакта былай жасалынады. Уақила мән деген сөзді оқығаннан кейін дем алмай, сәл кідіреміз. 1 секунд, яғни өлшемі 1 алиф мөлшері дедік. Сондықтан уақила мән рақа деп оқимыз. Уақила мән рақа. Бұл жерде тоқтамаймыз. Уақыф жасалынбайды, сакта жасалынады. Енді 4-ші мысалымыз Мутаффифин сүресінің 14-ші аятында кәллә бәл рана. Бұл жерде кәллә бәл сөзінен кейін сакта деген жазу тұрады, содан кейін рана деп жалғастырамыз. Қалай сакта жасаймыз? Бұл 4-ші мысалда кәллә бәл сөзін оқығаннан кейін 1 секундтай сәл кідіреміз, бірақ тоқтап дем алмаймыз, сәл кідіреміз, содан кейін оқуды жалғастырамыз. Кәллә бәл рана. Кәллә бәл рана. Бұл жерде уақыф тоқтау, яғни тоқтамаймыз, сакта жасалынады. Өйткені бұл аяттың ортасы болған үшін ешқандай уақыф жасалынбайды. Бағана айтып өткеніміздей, бұл сакта тек қана асым қырағатында, яғни Хафс риуаятында ғана 4 жерде сакта жасалынады. Біріншісі Кахф сүресінде, екіншісі Ясин сүресінде, үшіншісі мынау Қиямет сүресінде, 4-шісі Мутаффифин сүресінде. Басқа қырағаттарда сакта жасалмайды. Келесі бір сабақта қырағат деген не, Хафс риуаят, асым қырағат дегендеріне барлығын Алла қаласа түсіндіріп беремін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Алланың қалауымен жауап береміз.